Темекі тарту мен ұйқысыздық қартаю процесін жылдамдататынын көпшілік біледі. Алайда сіздің жастығыңызды ұрлайтын басқа да әдеттер бар. Ерте қартаюға келетін күнделікті әдеттерді назарларыңызға ұсынамын. Смартфон экранын тазартпау. Барлық адам бірдей ұялы телефондарының бетін тазарта бермейді. Сіз оны қолыңызбен күнде ұстайсыз және әртүрлі жерге қоясыз. Содан соң телефонмен сөйлескен кезде оны құлағыңызға, бетіңізге тақайсыз. Осылайша оның бетіндегі микробтардың тері бетіне түсуіне ықпал етесіз. Ал бұл безеудің шығуына әкеледі. Смартфон бетін тазартатын арнайы майлықтар бар, яғни салфеткалар. Микробтар мен бактериялар таралмас үшін смартфон бетін жиі сүртіп тұру қажет. Күннен қорғайтын құрал қолданбау. Күннен қорғайтын кремді тек жағажайға барғанда емес, күнде үйден шығарда жағу керек. Әйтпесе күн көзіне SPF құралсыз шықсаңыз, ерте әжім пайда болады және тері қатерлі ісігі қаупі артады. Үнемі тек бір қырмен жату. Әрбір адамның ұйықтауға ыңғайлы бір жағы бар. Алайда үнемі тек бір қырымен жату тері бетіне жағымсыз әсер етеді. Себебі бұл кезде сол бір жақ үнемі жастыққа тиіп тұрады. Ол жерде әжім пайда болады және олар терең болып кетеді. Кешке жуынбау. Кешке жуынбау жаман әдет. Өйткені бетте шаң мен ластықтың ұсақ бөлшектері болады. Оларды жумасаңыз, олар түні бойы теріңізде қалып, тері жаңармайды. Бет жуатын жақсы құрал тауып, күнде кешкісін бетті тазалауды әдетке айналдырыңыз. Сусынды түтікшемен, яғни трубочкамен ішу. Сусынды трубочкамен, яғни түтікшемен ішкен өте ыңғайлы. Бірақ егер сусын ішуге оны күнде пайдалансаңыз, ол ерін айналасына зиян келтіреді. Ерін үстінде ұсақ әжім пайда болады. Сондықтан түтікшені күнде емес, арасында ғана қолданған жөн. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті. Егер видеода айтылған ақпарат қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, астағы комментарийға өзіңіздің пікіріңізді жаза кетсеңіз болады. Бекатөл YouTube арнасына тіркеліңіздер, менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Бұл видеоны поделиться кнопкасы арқылы барлық WhatsApp чаттарға, Instagram парақшаларға таратыңыз. Сол арқылы сіз менің YouTube арнамның дамуына себепкер боласыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.